Қыздар, сіздерге өте керекті лайфхакты ұсынғалы тұрмын. Кішкентай пакетиктерді өз қолымен дайындайтын боламыз. Жолға шыққанда немесе баламен серуенге шыққанда өте ыңғайлы. Ол үшін бізге небары үйдегі осындай пакетиктарымыз керек және қызып тұрған пышақ керек. Пышағымызды газға қыздырып аламыз және ол пышақпен кескенде астына міндетті түрде ағаш доска болуы керек. Осындай тәттілер немесе печеньені баламен серуенге шыққанда жасап алып шығуға өте ыңғайлы. Ең бастысы пышағымыз міндетті түрде қатты қызуы керек. Сол кезде осындай кішкентай пакетиктарымыз шығады. Достар, YouTube арнамда түрлі лайфхак және рецепттерді таба аласыздар. Ол үшін төменде қызыл подписаться батырмасын басып, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, ең алғаш болып жүктелген видеоларымды көре аласыздар. Жалғыз печеньелар ғана емес, өрік мейіз дәндерімізді де осындай герметичный пакет жасап, тоңазытқышта сақтай аласыздар. Менде үйде ауызы жыртылып ашылып қалып қойған печеньемді де осылай жасап алдым. Сіздерге міндетті түрде керекті лайфхак деп ойлаймын. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Сіздермен болған Нұржамал.